Абай Құнанбаев, 17-ші қара сөз. Қайрат, ақыл, жүрек шеуі өнерлерін айтысып, аласып келіп, ғылымға жүгініпті. Қайрат айтыпты: ей, ғылым, өзің де білесің ғой, дүниеде еш нәрсе менсіз кәмелетке жетпейді ғылым. Әуелі, өзіңді білуге, ерінбей, жалықпай үйрену керек. Ол менің ісім. Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей, жалықпай орнына келтірмек те менің ісім. Дүниеге лайықты өнер, мал тауып, абырой мансапты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз нәрсеге үйірілмай, ойды таза сақтайтұғын, күнәһарліктен, көрсе ыза жеңілдіктен, нәпсі шайтанның азғыруынан құтқаратұғын. Адасқан жолға бара жатқан бойды қайта жайғызып алатұғын мен емес пе? Осы екеуі маған қалай таласады депті. Ақыл айтыпты: не дүниеге, не ақыретке, не пайдалы болса, не залалды болса, білетұғын мен. Сенің сөзіңді ұғатұғын мен. Менсіз пайданы іздей алмайды екен, залалдан қаша алмайды екен, ғылымды ғып үйрен алмайды екен. Осы екеуі маған қалай таласады? Менсіз өздері неге жарайды депті. Онан соң жүрек айтыпты: мен адамның денесінің патшасымын. Қан менен тарайды, жан менде мекен қылады. Менсіз тірлік жоқ. Жұмсақ төсекте, жылы үйде, тамақ тоқ жатқан кісіге төсексіз кедейдің, тамақсыз аштың күй жайы қандай болып жатыр екен деп ойлатып, жанын аштып, ұйқысын ашылтып, төсегінде төмпекште тұғын мен. Үлкеннен ұят сақтап, кішіге рақым қылдыратұғын мен. Бірақ мені таза сақтай алмайды. Ақырында қор болады. Мен таза болсам, адам баласын алаламаймын. Жақсылыққа елжіреп ерейтұғын мен. Жаманшылықтан жиреніп тулап кететұғын мен. Әділет, ынсап, ұят, рақым, мейірбаншылық дейтұғын нәрселердің бәрі менен шығады. Менсіз осылардың көрген күні не? Осы екеуі маған қалай таласады депті. Сонда ғылым бұл үшеуінің сөзін тыңдап болып айтыпты: ей Қайрат, сенің айтқандарыңның бәрі рас. Сенсіз еш нәрсенің болмай тұғыны да рас. Бірақ қаруыңа қарай, қаттылығың да мол, бірақ залалың да мол. Кейде жақсылықты беріп ұстап, кейде жамандықты беріп ұстап кетесің. Соның жаман депті. Ей ақыл, сенің айтқандарыңның бәрі де рас. Сенсіз еш нәрсенің табылмай тұғыны да рас. Жаратқан тәңіріні де сен танытасың. Жаралған екі дүниенің де жайын сен білесің. Бірақ сонымен тұрмайсың. Амалда, айлада бәрі де сенен шығады. Жақсының, жаманның, екеуінің сүйенгені, сенгенсің. Екеуінің іздегенін тауып беріп жүрсің. Соның жаман депті. Сен шеуіңнің басыңды қоспақ менің ішім. Бірақ сонда билеуші, әмірші жүрек болса жарайды депті. Ақыл, сенің қырың көп. Жүрек сенің сол көп қырыңа жүрмейді. Жақсылық айтқаныңа жаны, діні құмар болады. Жаманшылық айтқаныңа ермейді. Ермек түгіл жиреніп, үйден қуып шығады. Қайрат, сенің қаруың көп, күшің мол. Сені де еркіңе жібермейді. Орынды іске күшіңді аятпайды. Орынсыз жерге қолыңды босатпайды. Осы үшеуің басыңды қос деп ұқтырып айтушының аты ғылым екен. Үшеуің ала болсаң, мен жүректі жақтадым. Құдайшылық сонда, қалпыңды таза сақта. Құдай тағала қалпыңа әрдайым қарайды деп кітаптың айтқаны осы депті.